жүрсе больницаға кет. Сен де жұмыстарыңа көңілің толмайды ма? Не үшін? Үй өртеніп кеткен кезде келді скорыйлар. Топас үй өртесе адам скорый шақырама, пожарный шақырасың ғой. Гриль болып кеткенше күтпей. Үстіңнен окрашкаң иісі шығып тұр ғой. Ойбай. Ой, бәл ой, жүр. Баяғыда ауылда осыған құмартығымыз жабыстырамыз, жарысып, мына қараң бір міне. Әне. Операция не болды? Операция? О, шымырау бар екен ғой. Қос. Так, балам, қалай отырмыз? Жақсы отырмыз ба? Иә. Апаны емдейміз ба? Емтиге. Ештеңе естіп жатқан жоқсың ба? Жоқ. Апаң басына отырып алғансың ғой сен. Ая? Тұр. Емдейік та, мыжып отырсың ғой айбаным. Жаңағы науқастың туысқандарсыздар, Иә. Сол операцияға келісіп қойғанбыз. Сол лимон деп жаңа. Бір емес екеуін дайындап қойдық па? Болды. Қазір бересіз сақман ма? Иә? Не сол? Прямой түсінетіңіз бар ма еді? Не oldu? Мынандай да, лимон деген. Енді не істейміз? Ташкентский шай ішеміз. Немене білем, түріңіз кім тырнаған бетіңізді? Жеңшең тырнады ғой? Ой, о балай. Баяғы күш қуаттақ та, тестостерон төмендеп кеткен ғой сізде. Мынау Максимен деген өнімді берейін сізге. КМДБ-ның рұқсаты бар, табиғи өнім. Жеңшем бетіңізде емес, обой тырнап кетеді. Бір жастық аласаңыз. Не үшін? Жеңгемнің жастық шағын қайтарып бересіз. Мынаны алсаңызшы, жеңшем хабарласасыздар ғой өздеріңіз, бірдеңе отырса келесіздер. Не болды? Не үшін шақырдыңыз? Жамбастан салған уколыңызды ашытып алыр ғой, точно тамырдан салып беріңіз. Он сауына салыптың да, алуды ұмытып кеттім болды. Саламатсыз. Саламатсыз. Айта беріңіз. Ішім өтіп мазалап жүреді ше? Болды ғой, қазір дәрі жазып беремін ғой мен сізге. Қай уақыттарда өтіп жүреді? Осы уақыттарда ғой. Бос уақыттарда? Жоқ, осы уақытта. Осы уақыттарда. Мен бос уақыттарда деп естіп қалыптым да. Осы уақыттарда. Тездетейік та болды. Ой, бекер создым ба я әңгімеге? Ой, ятай. Опа. Міне, черный тимин. Өлімнен басқасының барлығына шипа дейді. Не мазалап жүр негізі? Реалдың болельшигі ем сол. Көмектеспейді онда інім, айып етпе. Жіп бар мына жақта. Көре бер. Жоқ, енді ренжімеңіз енді. Бірақ енді екеуіңіз бала көтере алмайсыздар. Сынақ па? Қандай сынақ, еркексіңдер ғой екеуіңді, малау. Егер артағыңыз келетін болса, мынаның қай-қайсын ішеңізде кәдімгі результат береді бір айдың ішінде. Табиғи өнім қой бұл. Мен ішіп жүрмін ғой, бір апта болды, результат жоқ қой ешқандай. Результат болғанда, мынаны берші маған. Маңға қосып жемесеңізші сіз. Дрожь ғой мынау, семіртеді ғой. Қош келдіңіз аға, айта бер. Жеңгеңмен кек балдығаным. Жеңгем емес қой, алдыңғы. Ашыланып қалды, Не қылдың сен? Ой, уайымдамаңыз аға. Жеңшем көңілін тауып аласыз ғой. Сақ қуаты дейтін мынандай дүние бар бізде. Таза халал, табиғи өнім. Тестостероныңызды көтереді, простатит емдейді, денедегі суығыңызды алады, таза еркек болып қаласыз кәдімгі. Күш қуат бітіп, жеңгем де риза, сіз де риза боласыз. Ішіп жүрсем татуласам ба сонда? Әрекет қылыңыз да, әрекет қылып, сосын андай айуандықты қоя берсеңіз, қайта былай. Ассалаумағалейкум, қалайсыз, амансыз ба? Инвалидсің ғой әлем сен, мынау жазылмайды ғой, қиынға бұл. Ағам, мен емес қой, апам ғой неяқта ауырып отқан. Апаң ба? Дәрігер Шәріп. Аға, не істеп жатыр? Қоя тұр. Ұйықтататын дәрі жоқ інім. Көрдің бе, ұйықтат. Қай жерің ауырып отыр інім? Жүрегім ауырып отыр аға. Жүрегің? Жайша? Кеше пысы жауытылып қалды. Онда емдей алмаймын мен сен. Не үшін аға? Реалдың фанатым ғой мен. Мал болып ұтылды ғой кеше олар. Температура нормально ғой. Сіздікі нормально ғой? Менікін тексерсеңші? Сенікі ме? Ішің ауырады, Мына полный ауырып отыр. Қотыр. Мынау ауыра ма? Ауырады. Ауыра тұрсын. Мен ұйықтап алайын. Көке, не істеп жатсыз? Тығатын жері бар ма мынау? Так, мына дәрілерді ішесің. Ампицилин, амбравене, амалгин, аман бол, сау бол. Давай. Қай жеріңіз айта беріңіз, не болып қалды? Көке, бір тыш салдыратын дәріні саңызшы, ұйықтай алмай жатырмын. Тыш салдыратын дәрі қамады ғой бізде. Енді не істейміз? Бір вариант бар ғой. Бір ұйықтамасаңызшы. Дәрігер Шәріп. Қош келдіңіз, айта беріңіз. Басым айналады. Асқазан істемейді дұрыс. Болды. Өтіңіз толған ғой? Не істейміз оны? Өтіңді қысасың, болды, басқа не істейсің? Қысу керек жердің бәрін қысасың. Ішіңіз ауырады, Иә. Қатты бүріп. Қатты. Дайындал. Неге? Туайын деп жатсың ғой, айуан ау. Аку жерім ба мен саған? Ана аптекадан ал деген свечаңызды алып келдім. Ойбай. Геморройсың ғой, сен білесің ғой, Иә. Осыны амалда енді, мә. Қайтып амалдаймын? Білем, мына жазында романтика ұйымдастырасың, біреуге сөз саласың, көр. Пациенттің жағдайы ауыр, спирт керек, спирт. Спирт жоқ бұл жақта.
Барады күш. Ой, бәрі жерде көрдім. Жоқ. Қоқың астыды мен. Осыны тапшы, осыны. Менің жағдайым ше. Сен де ішесің ба? Екеуіңіз көзбез ба? Отырайық мама. Ағаларың. Қалайсыз дәрігер? Жақсы келіп отыр. Отырмай ақ қойын мен. Деморайсың ба? Көтің ашып жүрген сезон екен де кәдімгі я. Шәріп дәрігер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Нан бар ма? Кола керек емес па? Ролтон бір өлі қосып жіберейін жанына, я? Сосын көздің дәрісін алып кете сал. Нәкәс. Менің баламның Уайымдамаңыз. Сіздің балаңыздың тілін сәтті жұлдық. тілінес? Ой, шешен, тіспен. Ла мен сын ауыстырып аппыз ғой біз. Сіздің балаңызға да обал жоқ. Боқтай берді да ол мен. Дәрігер мына басым ауырып тұрады. Аптекаға барасың. Мына дәрін береді саған. Мына дым түсініксіз ғой. Болмаса ара қаласа ше. Шығып кетті ғой, не істеймін? Негізі інім сен біраз адамға ұшық шығарасың. Неғыса бұтымызға шалбар киіп алып, әңгіме айтайық, тамыр. Кейсе бұтыңа бір біледі, не білем. Қоя тұр, қатын әңгімені кейін айтамыз. Мияқта мен операция жасап жатырмын, ол құтқарым Болды, айта берші әңгімені. Поздно уж кесті болды. Көке, тандыңыз ба мені? Жоқ, танымадым. Мені піштірген едіңіз ба сіз? О, сорлы, нәкәс. Бетіңе шығып тұрады бет сол жер, тани салады. Дәрігер Шәріп. Қызым, сен кенді 90-60-90 болып тұр. Давлением ше? Давление болғанда фигура өлшеген кайф болып тұр да бізге. Енді операцияға 15 миллион қаражат керек. Не қылдыңыз? Соғыс шегер ғой ше? Жоқ, енді соқыр жеп қой. Біздің қопалдығымызға байланысты шек қарын жоғалтып алдық. Соған 15 миллион керек. Көресің енді өзің балаң ғой, маған бәрі. Дәрігер, алтыншы палатадағы пациент не істейін? Көтін ашытып бір укол салыңдаршы. Жайша ма? Жаңа барсам екі алмасын бермей қызғанып мені. Балаңыздың жағдайы қиын болып тұр. Сотрясениемен реанимацияға түсіп қалды. Сотрясениесінес температурамен түсіп еді ғой. Жоқ, сол шкаптың үстіндегі дәрін алып берем деген ғой. Шкап құлатты анаң басына. Зато температурасы түсті. Бірақ реанимация қиын болып тұр.